Армысыздар ағайындар. Қазақияның бүгінгі кейіпкерлері Арғын Айдаболдың биі Шоңби бабамыз және Уақ Бөрібай би жайында болмақ. Ақтабан шұбырынды кезінде Уақ Шоғаруы Сырдария өлкесінен қырға қарай көшіп бара жатып, Шоң мен Торайғырдың ауылын басып өтеді. Жұрттың айғай-шуынан шошынған сол ауылдағы бір жүкті әйел бала тастайды. Түскен баланың құны деп Шоң мен Торайғыр көшкен елдің барлық жылқысын тартып алып, өздерін Тоғайға қарай қуып жібереді. Жылдар өтеді. Дәл осы оқиға болған кезде 13-14 жаста болған Бөрібай 25 жасқа келіп, ел болып, толысып, мал жинап, беделді болады. Күндердің күнінде қалаға кетіп бара жатқан Айдаболдың бір жігітін Тоғайдан ұстап алып, Уақ Шоғаруы тұтқындап жібермей қояды. Бұл не жағдай деген кезде бітімге келейік деп хабар береді. Сонда Шоңби шақыртқанда Бөрібай би қасыма 3 адам ертем деп, өзіне сенімді 3 серігін ертіп, Шоңби мен Торайғырдың ауылына барады. Ауылға барған бетте Шоңби мен Торайғырдың үйіне түсіп, келіп сәлем беріп жайғаса бергенде Шоңби: «Уақ Бөрібай деген қайсың?» дейді. «Мен» дейді жаймен ғана 25 жасар Бөрібай. Бөрібайдың бітімі аса денелі емес, аласа бойлы қара кісі болса керек. Бөрібай дегенге алып біреу ма десем, Борбайдан шыққан Борбайшық екенсің ғой дейді Шоңби. Сонда Бөрібай сәл жымиып: «Ақсақал, бойға тиіспеңіз. Үлкен кішінің барлығы да сол Борбайдан тарайды. Менің түсіме емес, ісіме қараңыз. Сізге бір сауал қояйын. Адам бұрын ба, жылқы бұрын ба?» дейді. Сонда Шоңби ойланбастан: «Жылқы бұрын» дейді. «Жақсы, төрелеріңізге көндік» дейді. Сонда Шоңби түсінбей ашуланып: «Ей, жаман неме, мен саған төрелік айтып отырмын ба?» дейді. Сонда жаймен ғана қарап Бөрібай би: Айдабол дегенге әбден семіріп, табақ-табақ аш жеп, кесек-кесек боқтастап, аузынан шыққан сөзді құлағы естімейтін сізді би қылып қойған еліңіз қандай надан деген екен. Сол кезде сәл үнсіз отырған Шоңби інісі Торайғырға қарап: «Әй, мыналардың қалағанын беріп, көңілін тоқ қылып қайтар» деген екен. Көрдіңіздер ме? Білдей бір ел басқарып отырған Шоңби өзін қойып, еліне осындай сөз айтып отырған жас балаға ешқандай қатыгездік, қаһар көрсетпестен өз қатесін мойындап, өз кінәсін жуып шайып, олардың қалауын орындап берген екен. Ендеше данышпан дана Шоңби бабамыздың осы ерлігі бүгінде бір ауыз сөз айтып қалса, артынан қудалап, иттерін айтақтап, қаматып, жылатып, кешірім сұрататын біздің биліктегі ағаларға сабақ болсын.